кешкіге қандай тамақ жасаймын деп ойланып отырсаңыз, осы бау булочкасын жасап көріңізші. Ерекше тағамдардың бірі. Жасалуы да мен үшін өте оңай. Көмекке өзімнің Zumba немецкий сападағы профессионал мультиваркамды көмекке шақырамын. Ішіне майымды құйып, кішкене қыздырып аламын. Ұзынша етіп туралған етімді салып, қызартып қуырып алып, үстіне пиязды саламыз. Оны да кішкене қуырып, теркадан өткен сәбізді және мен қатырылған болгарскийді қостым. Барлығын 5 минуттай қуырып, үстіне соевой соус құямыз. Дәміне қарай тұз, сухой чеснок, қара бұрыш, паприканы қосып, араластырып, үстіне 1 бокал су құйып бұқтырамыз. Неге осы дәл Zumba мультиваркасы деген жандарға бірінші кезекте неміс сапасы? Бір мультиваркада 10-нан аса функциясы бар. Уақыттарыңызды үнемдейсіздер, таңертең салып кетсеңіздер, келген уақыттарыңызда дайын тұрады. Үй шаруасына жұмыс істейтін аналарға прям супер. Енді ашып дайын тұрған қамырымызды аламыз. Мен алдын ала ашытып қойдым, құрамын астына жаза кетемін. Қатты жұқа қылмай жайып, кесемен басып, формаларын келтіріп аламыз. Бетіне сұйық майды жағып, видеодағыдай бүктеп, арнайы осындай мультиварканың пароваркасына алып, қамырымызды салып, қайнап тұрған тамағымыздың бетіне қоямыз. Осымен 30 минутта тамағымыз пісіп шығады. Еттері жұмсақ езіліп пісіп шыққан. Ыдысымызға әдемелеп салып, сәндік ретінде көк пиязды қосып, ұсына бересіздер. Булочкасын ашып, ортасына салмамызды аямай салып жесеңіздер, енді мына тамақ жүректеріңізден ерекше орын алады ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам сіздер үшін өте пайдалы.